Барлыбай деген ақсақалды шығарып құттықтадық туған күнімен. Барлыбайдың шарапатты жұбайы Қалима отыр ана жерде. Әдемі шарапаттар. Барлыбайдың қызы Әлия тұр мына жерде. Қостанайда сотта үлкен қызмет қылып жатыр. Біздің күйеу бала жаңа Қызылорда облысының жігіт сұлтаны сөз айтты жаңа. Ал енді айтайын, осы ажарлы сұлу Әлия қарындасымның туған інісі бар, Ербол деген. Ербол қазір 2 метр. Ал кезінде кішкентай 5 жасар бала болды мынандай. Серікбай әкеміз қаланың белгілі, танымал, сыйлы азаматы еді. Жасы 50-ден асқан еді ол кезде. Қыстың күні дала тайғақ Серікбай өзінің бажасының кішкентай баласын 5 жасар Ерболды ертіп әкеле жатыр. Тайғақ жолда Көкшетаудың боранында. Bir кезде Серікбай әкемнің аяғы тайып, құлап кетті бір жерге. Оған 5 жасар Ербол, ана Серікбай әкенің құлағанын көріп, енді 5 жасар баладан не сұрайсың? Шиқатып күледі, жаңа бір. Күлдіргендей. Сосын қаланың сыйлы, белгілі, ең төрдерде отыратын азаматы Серікбай Садвакасов 5 жасар бала күлді деп, 5 жасар баланы тағы күлдірейін деп, тағы құлайды. Екінші рет. Ербол тағы күледі. Ербол тағы күлсін деп, Серікбай әкеміз көп рет құлай береді. Ербол оған күле береді. Ал енді мен не дейін? Ұлық болсаң, күшік бол. Біздің еліміз, Аллаға шүкір, таусылған жоқ. Қаңтарды көрдік. Бұл жыл қиын басталды. Бірақ бұл жылдың абыройы, берекеті, жақсылығы Астана, елордамыз Астана болды. Ол жас жанымыз келінді болды. Ал тағы қосар атайтын зат. Шәріп егізім биыл, былтыр және бұрынғы жылдары жыл сайын чемпион аталмады. Тағы айтып қойайын, ол тек Майраның чемпионы емес, бүкіл қазақ елінің чемпионы. Олжас, саған айтарым, сен жаман адам болуына еш мүмкіндігің жоқ. Сенің Сағат ағам айтқандай шарапатты ата-бабаларың бар, Серікбай атаң бар, тағы жақсы атаң бар. Соғыстан аман есен оралып, Шәріп міне бізді бәрімізді бүгін осындай қызық қуаныштарға жеткізіп жатыр. Сендей балаларды тәрбиелеп. Аманшылық болса, бұл тойлар тек тойларға жалғассын. Жалғас деген ағаң бар. Сенің атаң жалғасты жайдан жай жалғас деген жоқ. Міне жалғастың да кішкентайларын көріп жатырмыз. Сол жалғаса берсін. Бәрімізге Алла Тағала тек қызық қуаныш берген.